Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні 86 сабақ зат есім тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. 6-шы жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Жаңа оқу жылының алдында Тұмар анасымен дүкенге келді. Олар бірге киім таңдады. Бәрі жарасып тұр. Анашым, енді атам мен әжеме базарлық алайық, деді Тұмар. Өте дұрыс айтасың, қызым. Ол кісілерге қандай базарлық аламыз деп анасы қызын қуана құптады. Тұмар үйге кіре сала, ата, сізге базарлыққа ақ қалпақ, әжеме ақ жаулық әкелдік деп атасына күлімдеді. Күнім-ау, әкелген базарлығың үшін ақ батамды беремін. Жақсы оқып, қатарыңның алды бол, деп атасы оның маңдайынан сүйді. Мәтіннің авторы Әдібай табылды. Ал енді балалар, мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақтар қойыңдар дейді. Және мәтінге ат қояйық. Базарлық әлде сыйлық? Бірінші, Тұмар мен анасы қайда барды? Тұмар атасы мен әжесіне не алайық деді? Тұмар атасы мен әжесіне базарлыққа не алып келді деп сұрақ құрастырсақ болады. Ал мәтінге базарлық деп ат қойсақ болады екен. Ережеге назар саламыз. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, кім – адам, не – көгершін, кімдер – жазушылар, нелер – құлындар деп сұрақ қойсақ болады. Балалар, ережені жаттап, есіңізге сақтаймыз. 7-ші жаттығу: өлеңді көшіріп жаз. Қозым дейді мен апам, қозым дейді мен атам. Сөздеріне күлемін, қозы емеспін, білемін. Өлеңнің авторы Өтепберген Ақыпбекұлы. Ал енді балалар, өлеңнен зат есімдерді тап дейді. Өлеңді дәптерімізге көшіріп алып, зат есімдерді табайық. Зат есімдер апам, атам, қозы. Яғни кім апам, кім атам, не қозы деген сұраққа жауап бердік. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ата-аналарың сендерді еркелеткенде неліктен ботам, құлыным, құлыншағым деп атайды? Өз ойларымен бөліссіңдер дейді. Балалар, бота, құлын бұл үй жануарларының төлдері. Олар өте сүйкімді болады. Сол себепті ата-аналар балаларын еркелеткенде осы сөздерді пайдаланады деп ойлаймын. 8-ші жаттығу: оңнан солға қарай оқыса да, солдан оңға қарай оқыса да өзгермейтін сөздерді тап. Кестеге қараймыз, яғни қ дыбысынан басталып, қ дыбысына аяқталатын және к дыбысынан басталып, к дыбысына аяқталатын. Оңнан солға қарай оқыса да, солдан оңға қарай оқыса да өзгермейтін сөздерді кестеге жазып шығуымыз қажет. Бірінші бізде қазақ сөзі. Солдан оңға қарай, оңнан солға қарай оқысақ та өзгермейтін сөз. Қабақ, қалақ, қызық, кезек, керек сөздері. Осылай жазып қойсақ болады. 9-шы жаттығу: көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Керекті сөздер бізде аяғыңды, батыл, батыр, саусағыңды. Өс балам, өсе бер, батыр бол, палуан білекті, батыл бол, таймас жүректі, саусағыңды созайық, аяғыңды жазайық. Осылай өлеңді толықтырып жазамыз. Ал енді зат есімдердің астын сыз дейді. Зат есімдер бізде балам, батыр, палуан, саусағыңды, аяғыңды сөздері екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.